Қалдарыңыз қалай? Бүгін көпшіліктің сұрауы бойынша банбанерке жасау үшін қандай заттар керек? Және де банбанеркені қалай жасаймыз деген сұрақтар бойынша мен кішігірім видеоролик жасадым. Көп сөйлеп созбаймыз. Ең алдымен бізге глянцевый бумага керек. Кез келген канцелярский магазиндерде, базарлардан табып алуымызға болады. 160 граммдық қағаз. Не үшін 160 граммдық? Менің телеграм каналымда осы банбанерке жайлы толық ақпарат, шаблондар бар, каналым бар. Каналға жазылғыңыз келетін болса, описанияға WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Сол жерге жазсаңыз, барлығын толық түсіндіретін боламын. Бұл бумага қатты болады. Осындай бір жағы жылтыр, сол үшін глянцевый, бір жағы жылтыр емес. Толық ақпаратты мен тағы телеграм каналымда бізге қандай бумагалар қолдану керек екен, не үшін барлығын от-үйді түсіндіріп өтетін боламын. Қағаз, принтеріміз болу керек, біз цветной бумага шығарамыз. Одан кейін осындай дракон болады. Дракон барлығымыз білетін шығармыз, қолданамыз. Қағазды осылай тесіп бүктеп алатын. Міндетті түрде сызғыш, өткір қайшымыз, қағазды қиятын, және двухсторонний скотчтарымыз, клей міндетті түрде, және де осындай крючок болса болады, жазбай қалған ручка болады, немесе осындай шпачка. Мен осыны қолданамын, өзіме өте ыңғайлы. Және бізде неше түрлі ленталар болу керек. Менде бүгін тек осы ғана түрі қалған екен. Ең алдымен банбанеркені қалай жасау керек екенін қазір көрсететін боламын. Банбанерке жасау үшін сізде диплом болуы, дизайнер болуыңыз керек емес, міндетті емес. Сіздің ең басты құралыңыз қолдарыңыз епті болса болды. Кез келген адам оны жасай алады деген ойдамын. Қазір көрсететін боламын. Ең алдымен менің телеграм каналыма тіркеліп алуларыңыз керек. Ішінен өзімізге ұнаған бір фотоны таңдаймыз. Жоғарыда тұрған 3 нүктені басып, сохранить во фото деп аламыз. Бұл фото біздің галереямызға сақталып алынды. Бізге Pixar деген программа керек. Google Play'ден сохранить етіп аласыздар. Сол жерге плюсикті басып, жаңа фотомызды таңдаймыз да, мына X-ті басып жібереміз, бізге керек емес. Астында осындай текст шығады, текстті жазуды бастаймыз. Мен Айсұлтан 40-нан шығару деп заказ алған болатынмын, солай жасап жатырмын. Жазып болғаннан кейін өзіміз әдемілігі үшін әрлеп алатын боламыз. Астындағы функциясы арқылы өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасай бересіз. Банбанерке негізі өте тиімді бизнес, кішігірім бизнес көзі. Мен өзім жұмыс жасаймын, бірақ бұл банбанерке менің қосымша табысым. Ең маңызды нәрсе Pixar жартылай платный канал. Мына қастарында, осындай инструменттердің қастарында плюс деген жазу шығып тұр ғой, оларды баспайсыздар, олар платный. Егер платныйды қолданып алатын болсаңыздар, фотоларыңыз галереяға сақталмайды. Сол үшін плюс жазуы жоқ инструменттерді қолданатын боламыз. Осылай жазуымызды қойып аламыз, өзімізге ұнаған цветтерін таңдаймыз. Сосын мына инструменттердің ең астында копия дегені бар. Міне стрелкамен көрсеттім, сол копияны бассаңыз, сөзіңіз дәл солай копияланады. Сол копияны алып, екінші жазатын жеріне қоятын боламыз. Готованы басып, төменге қарап тұрған стрелканы бассақ, біздің фотомыз галереямызға сақталған болады. Осыны принтерден шығарып аламыз енді. Не осылай жасап алдық, түк те қиын жер жоқ. Сіздің қолыңыздан келуіне мен сенемін. Кез келген адам осы банбанеркені жасап, заказ алып, өзінің табыс көзіне айландыра алады деген ойдамын. Осылай сызғышпен және жазбайтын ручка болсын, крючок болсын, немесе осылай шпачкамен пиговка жасап шығатын боламыз. Бұл біздің қағазымыздың тез бүктелуіне көмектеседі. Міне осылай өздігінен бүктеліп кететін болады. Оп-оңай тура үстінен басып отырсаңыздар болды. Қағазымызда тура өзінің сызықтары бар, сол бойынша қиып аласыздар. Ешқандай сыртына шығып, ішіне кіріп, қисайтып тастамайсыздар. Негізі банбанеркеде өзінің сызықтары бойынша бүктеген кезде тура дайын түрі шыға келеді. Енді двухсторонний скотчымызды алып, осылай шетінде өзі жабыстыратын жер болады, жабыстырамыз да, бетін алып тастап, үш бұрышымызды жинайтын боламыз. Міне сізге бір 5 минуттың ішінде дайын жасап алдық. Ешқандай да маған осы күнге дейін клиенттерімнен жалобы келмеген, енді тек қана бұны сіздерге үйретуді де жөн көрдім. Осындай шаблондарды алғыңыз келетін болса, менің WhatsApp номеріме жазыңыз, сізді телеграм каналыма қосамын міндетті түрде. Сосын сізде кішігірім өз бизнесіңізді бастап, табыс көзіне айландыра аласыз. Сау болыңыздар.